дуа жасар кезде Алла субханала тағалаға мақтау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып бастау. Имам Абу Сулейман ад-Дарани рахмахулла айтады: егер сендердің бірің Алла субханала тағаладан қажетін сұрайтын болса, бірінші Аллаға мақтау айтумен, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтумен бастасын, кейін қажетін сұрасын. Және дұғасын бітіріп жатқан кезде тағы да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып бітірсін дейді. Себебі кім пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтса, Аллаға мақтау айтса, Алла оны қабыл етеді. Бұл кісі айтады: Алла субханала тағала екі жағын қабыл етіп, ортасын тастап қоймайды деді. Яғни сіз басында саллаллаху алейхи вассалам деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып дұғаңызды бастасаңыз, аяқ жағында да солай бітірсеңіз, Алла субханала тағала иншалла салауатыңызды қабыл етеді. Енді ол екі жағын қабыл етіп, ортасын тастап қоймайды деді. Иншалла ол да бірге ілесіп кетеді. Абу Дарда радиаллаху анху айтады: "Иза саалтумуллаха азза ва жал", Алла субханала тағаладан бір нәрсе сұрасаңдар, "Фабтадиу бис-салати аля наби", пайғамбарға салауат айтумен бастаңдар. "Фа инналлаха тағала акраму мин ан юс'ала хажатайни фаяқди ихдахума ва яруддул ухра". Алла субханала тағала сіз екі қажет сұрасаңыз, біреуін беріп, екіншісін бермей қоюдан қайда жоғары деді. Одан биік Алла субханала тағала ол нәрсені істемейді деді. Яғни сіз екі қажет сұрап жатсыз. Біріншісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат, Алла субханала тағала оны қабыл етіп, сіздің дұғаңызды қабыл етпей қоймайды. Сонымен ілесіп бірге қабыл болып кетеді. Бұны Абу Дарда радиаллаху анхудан имам Абу Талиб ал-Макки келтіреді. Қазірге дейінгі дұғаның әдептері: қасиетті уақыттарды пайдалану, сәттерді пайдалану, қыблаға қарап қолды көтеріп дұға жасау, бәсең дауыспен жасау, дұғада шектен шықпау, жалынып жалбарынып дұға жасау, кесіп дұға жасау, қайталап дұға жасау, және қазір соңғы айтқанымыз Алла субханала тағалаға мақтау, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып